Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кейіпкердің қозғалысы. Балалар, бүгінгі сабақта Scratch ортасында кейіпкердің қозғалысын ұйымдастыруды үйренеміз. Кейіпкерлерді қозғалысқа келтіретін қандай командалық блоктарды айта аласың? Есіңе түсір. Мына суретке назар аудар. Не бейнеленген? Осы суреттер бойынша қандай оқиға желісін немесе идея ұсынар едің? Scratch ортасында мультфильм, ойын, шағын оқиғалар құрастыруға болады. Scratch ортасында қозғалысты ұйымдастыру ерекше маңызды. Кез келген оқиғалар тізбегін немесе ойын жобасын қозғалыссыз жүзеге асыру мүмкін емес. Scratch ортасында қозғалысты ұйымдастыруда қолданылатын негізгі командалық блоктармен танысамыз. Қозғалыс командалары: қадам жасау, кейіпкерді көрсеткен қадамға қозғалтады. Градусқа бұру, кейіпкерді көрсеткен бұрышқа бұрады. X, Y нүктесіне өту, кейіпкерді координатасы X, Y болған нүктеге ауыстырады. Шет жақта болса итерілу, кейіпкер сахна шетіне жеткенде оны кері қайтарады. Тінтуір көрсеткішіне өту, яғни тінтуір нұсқаған жерді кейіпкердің орнын ауыстырады. Scratch'те кейіпкер сахнадағы X пен Y координаталары арқылы басқарылады. Кейіпкердің сахна жазықтығында көлденең сызық бойына орналасуын X, ал тік сызық бойына орналасуын Y көстері арқылы көрсетеді. Сол үшін программа құру кезінде кестеде үшінші тұрған блоктың жұмысын білу керек. Мысалы, ойынды қайта бастағанда кейіпкерді бастапқы орнына қайта келу үшін осы блокты қолданады. Scratch сахнасы көлденеңінен 480, тігінен 360 нүктеден тұрады. Сахнаның дәл ортасының координатасы 0, сандардың алдыңғы сызықша таңбасы минус, сахна ортасының сол жағы мен төмен жағындағы нүктелерді белгілеу үшін қажет. Координаталарды жазуда осьтердің атауы көрсетілмейді. Мысалы, екінші суреттегі үйдің орнына минус 150-де минус 100, бірінші сан минус X, екінші сан минус Y-ті білдіреді. Қозғалыс командаларын қолданып суреттегі кейіпкер қатысқан шағын ертегідегі оқиғаның жобасын құрайық. Алдағы уақытта осындай ойын жобаларын жасауды үйренетін боламыз. Ертегі екі шағын оқиғадан тұрады. Арманның қоянмен кездесуі және Арманның құралаймен кездесуі. Практикалық жұмысқа көшейік. Ормандағы кездесу ертегісінің жобасы. Арман 3-ші сыныпта оқиды. Ол табиғат аясында серуендегенді ұнатады. Арман орманға барды. Орманда ол алдымен қоянмен кездесті. Арман қоянмен сәлемдесті. Қоян сәлемдесіп, одан кірпіні сұрады. Арман кірпіні көрмегенін айтты. Ол сапарын жалғастырды. Оған енді Құралай, еліктің лағы кездесті. Құралай Арманнан қоян туралы сұрады. Жобаның скриптілері мына суретте берілген. 3-ші суретте жобаның орындалу сәті. 4-ші суретте жобадағы баланың скриптісі. 5-ші суретте жобадағы қоянның скриптісі. 6-ші суретте жобадағы құралайдың скриптісі. Жобаны құруда кейіпкердің сахнада жасырыну мен көрсету әрекетін дұрыс ұйымдастыру маңызды. Мысалы, жоба бірінші рет орындалғанда қоян жасырынады. Егер көрсету командасы қолданылмаса, екінші рет ойынды қосқанда қоян сахнада көрінбейді. Жобада әр кейіпкердің оқиға басталған кездегі орнына назар аудару керек.
Тапсырма орында. Ормандағы кездесу жобасының 4, 5, 6 суреттегі скриптілеріне талдау жасаңдар. Жобада қолданылған командаларды блоктарға жіктеңдер. Командалардың жобадағы қызметін жазыңдар. Жұбыңмен орында. Лақтың координата жазықтығындағы қозғалыс бағыты берілген. Лақ жүріп өткен нүктелердің координатасын анықтап орналастыр. Келесі тапсырма өзің орында. Кейіпкердің төмендегі жоба скриптілері орындалған кездегі қозғалысын бағала. Оның ізін қағазға түсірсең, қандай схема пайда болады? Ойлан, кейіпкерді қозғалтқан кезде координаталарды қалай қолданады? Кестедегі қай команда көп қолданылады? Себебін түсіндір. Балалар, бүгінгі сабағымызды ауа райы арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.